Алматының пробкасында тұрып автобуста қысылып, неге автобустардың санын көбейтпейді деп ойлайтын шығарсың. Алматы әкімдігі биыл тағы да 600 жаңа автобусқа 55 миллиард теңгеден көп ақша жұмсайды. Қазір тендер туралы толық айтамын. Автобуспен көп жүретін досыңа жібер, арнаға тіркеле сал. Ақшам болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Өткен жылы әкімдік 600 жаңа автобусқа 53 миллиард теңге жұмсаған айтқанбыз. Осы жылда көп ақша бөлінді. Ең қомақты тендерді Hyundai Транс Ауто мекемесі жеңіп алды. Бұл мекеме Алматыға 12 метрлік 321 автобусты жеткізу керек. Осы көліктерге бюджеттен 28 миллиард теңге жұмсалады. Дәл осы мекеме 18 метрлік 29 автобус алуға 33 миллиард теңгелік тендерді тағы да жеңіп алған. Golden Dragon маркалы автобустар сатып алынады екен. Қалған 3 тендерді Қазтехно мекемесі жеңді. Ютоник маркалы 12 метрлік 136 автобусға 13 миллиард теңге, 10 метрлік 71 автобусға 6 миллиард теңге және 9 метрлік 43 автобусқа 3 миллиард теңге бөлінген. Сонда 22 миллиард теңгеден аса қаражат осы мекеме алады. Жаңа автобустар 6 ай ішінде жеткізілуі керек. Техникалық сипаттамасына мән берсек, автобустар табиғи газбен жүруі тиіс. Сондай-ақ қоғамдық көлік ішінде кондиционер, видеокамера және электронды табло болуы шарт. Жаңа айтқанымыздай, өткен жылы әкімдік көлік паркін ауқымды жаңартуды жүзеге асырды. Яғни қала басшылығы 600 жаңа автобус сатып алуға 53 миллиард теңге жұмсаған еді. Бір қызығы, тендерді жеңіп алған мекемелер ауыспады. Яғни жаңа біз айтқан компаниялар өткен жылда жеңген, бірақ бір жыл ішінде автобустарға жұмсалатын шығын 2 миллиард теңге өскен екен. 2023 жылы жаңа автобустардың көп сатып алынуы қоғамның сынына ұшыраған деді. Қала маңындағы Жетіген кентінде 823 көлік сақталған. Автобус зиратының әшекерленуіне байланысты қоғам қарсылығын айтқан. Ерболат Досаев бұл зиратты арендаға алу үшін 150 миллион теңге жұмсалған айтты тағы. Кейінгі 2 жылда қоғамдық көліктердің көп алынуын басшылық дизельдік автобустарға тыйым салумен және экологиялық энергия көздеріне көшумен түсіндірді. 2023 жылдың тамыз айында Алматы қалалық мобильдік басқармасының басшысы Сағындық Телебаев 2025 жылға дейін 2680 автобус бен 200 троллейбус сатып алынатынын жоспарлағанын хабарлады. Қазір сілтеме қалдырам, материалмен толық танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.